Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл толады. Қазақстан тәуелсіз көпұлтты ел. Ал қазақ тілі қазақтың ғана тілі емес, барлық қазақстандықтардың мемлекеттік тілі. Біз жастар мемлекеттік тілге деген көзқарасымызды өз ісімізбен қызметте, қоғамдық орында дәлелдеуіміз керек. Сонда ғана мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңеюіне біз өз үлесімізді қосамыз. Тәуелсіздіктің құрдасы болу ол мақтаныш қана емес, сонымен қатар ол үлкен жүк пен жауапкершілік. Өзім тарихшы мамандығын игеріп, еңбек жолымды мұғалім болып бастадым. Қазіргі таңда Ақтөбе облысы Мартөк ауданы номер 1 Мартөк орта мектебінде тарих пәнінен сабақ беремін. Мақсатым оқушыларға қазақ халқының мәдениетіне, еліміздің тарихына сүйіспеншіліктерді арттырып, саналы, жан-жақты дамыған ұрпақтар тәрбиелеу. Бүгінгі жас ертеңгі қоғамның иесі. Біз егемен еліміздің дамуының жауапты кезеңінде өмір сүріп жатырмыз. Сол себепте замандастарыма қазақ тілінде күнделікті өмірде міндеттілік пен қажеттілікке айналдырайық дегім келеді. Ендеше тәуелсіздігіміз тұғырлы болып, мемлекеттік тілдің мәртебесі арта берсін.